Кремльдегі Георгий залында аты жөні алтынмен жазылған қазақты білесіз бе? Бұл Жәңгір ханның баласы, біздің жерлесіміз Ғайдолла Жәңгірұлы. Сондықтан да осы тақырып қызықты болғандықтан мен зерттеуге кірістім. Мен жобамның тақырыбы қазақтың тұңғыш генералы Ғайдолла Жәңгірұлы. Жобаның авторы мен, Ерниязов Ерсұлтан. Жобаның мақсатын айта кетсек, Ресей империясының сарай чиновнигі, қазақтан шыққан тұңғыш қазақтың генералы Ғайдолла Жәңгірұлы. Жәңгірұлының өмірі мен қызметін талдау, сонымен қатар тұлғаға тарихи тұрғыда баға беру. Жобаның міндеттерін айта кетсек, ханзада Ғайдолланың өмірін зерделеу, Ғайдолла Жәңгіровтің ел басқару мансабын таңдамау себебін анықтау, Шоқан мен Ғайдолланың өмірлерін салыстыру, көшбасшы тұлғаны қалың жұртшылыққа таныту мақсатында Изитериал платформасында онлайн өнімін дайындау. Зерттеу әдістері: музей, архив құжаттары мен тарихи деректерді саралау, салыстырмалы талдау, пайымдау және музей экспонаттарымен танысып, сұхбат жүргізу әдістері қолданылды. Тарихи деректерді зерделей келе біз Ғайдолланың Ресей империясының армия генералы болуына мына факторлардың әсер еткенін анықтадық. Біріншісі, Ғайдолланың атақты, білімді Жәңгір хан мен Фатиманың ұлы болуы, зиялы ортада өсіп өнуі. Келесі, Ресей патшасы мен сарай ақсүйектерінің балалары ғана оқитын Петербург императорлық баш корпусында оқуы. Келесі, Ғайдолла Шыңғыс ханның ұрпағы екенін заңды түрде дәлелденді. Екінші, Александрдің жарлығымен Шыңғыс хан атын алуы. Сонымен қатар Ғайдолла Орынборда төрт губернатормен қызметтес болуы да біздің ойымызша үлкен тәжірибе болып саналды. Ханзада Ғайдолланың орда билігіне келуі, Орынбор әкімшілігі де өгей анасы Салиханың әкесі Қарауыл қожаны жолатпауы. Сонымен қатар Дон жерінде патша екінші Александрмен кездесіп, араларында жақсы қатынастың орнауы да әсері болды. Осы сәттен бастап Ғайдолланың мансаптық жолы басталған болатын. Келесі, армияның ақпарат телеграф қызметінің басшысы болуы. Ғайдолла Жәңгіровтің орыс-түрік соғысында атақты Плевен шайқасында ерлікпен көзге түсіп, алтын қылышпен марапатталуы. Тарихи тұлғаны Станислав, Владимир, қасиетті Анна ордендерімен марапатталуы да негізгі факторлардың бірі болып саналады. Мен Ғайдолланың армия генералы ғана емес, сонымен қатар сарай чиновнигі болғанын анықтадым. Ғайдолланың императордың Азия мәселелерін жөніне кеңесшісі болған. Мәселен, Торғай мен Орал облыстарындағы мектептер ашу, оқу орындарындағы қазақ жастарына стипендия тағайындау мәселелерін шешкен. Петерборда әйгілі собор мешітін салуға атсалысқан. Біз зерттеу барысында Ғайдолла мен Шоқан Уәлихановтың өміріне салыстырмалы талдау жасадық. Шоқан да, Ғайдолла да Шыңғыс хан ұрпақтары, яғни бір атаның балалары екені анықталды. Шоқан мен Ғайдолла әскери мансабындағы ұқсастық, сол кездегі ақсүйектер оқитын оқу орындарында оқып, адъютант болуы және әкімшілік мансаптан бас тартып, өз өмірлерін ғылым мен әскери іске арнаған талқыланды. Сонымен қатар Шоқан мен Ғайдолла да халыққа жақын жандар екені анықтадым. Зерттеу нәтижесіне келсек, ханзада Ғайдолланың өмір жолының хронологиялық кестесі жасалынды. Ханзадалардың ішінде әскери салада үлкен табысқа жеткен тек Ғайдолла екені анықталды. 40 жаста генерал атанған Шыңғыс ханның Ресей армиясының телеграф байланысының негізін қалаушылардың бірі екені дәлелденді. Ресей патшасының Азия мәселелері бойынша кеңесшісі болғанына көз жеткізілді. Сөзімді қорытындылай келе, біз зерттеген Ғайдолла Жәңгіровті қалың жұртшылыққа таныту үшін Изитериал платформасында онлайн тур өнімін дайындап ұсындық. Назарларыңызға рахмет.